Жақында ғана Қазақфильм президенті болып тағайындалған Ақан Сатаевтың қызы бал айына шетел асып кеткен. Белгілі режиссердің тұңғышы Мариям Сатай карантин кезінде каскадер жігітке тұрмысқа шыққан болатын. Некелесуін мешітте ет жақындарымен өткізген жас жұбайлар індеттің өршіп тұрғанына қарамастан Түркияға барып демалуды жөн көрген. Белгілі болғандай, ерлі-зайыптыларға бал айына жолдаманы Сатаевтар әулеті тарту еткен. Қалыңдықтың ата-анасы жастардың отау құруына орай осындай сыйлық жасаған. Бүгінде Мариям Сатай мен оның жолдасы Түркияның Анталия қаласында бал айын өткізіп жатыр. Бұл туралы режиссердің қызы Instagram парақшасында хабарлаған. Ол сансыз сұрақ жаудырған желідегілерге жауап беру үшін демалыстары туралы тың мәліметтермен бөліскен. Бойжеткеннің айтуынша, олар баратын мемлекет пен ол жердегі қонақ үйді аса мұқият қарап таңдаған. Мариям қазіргі уақытта Түркияда демалып жатқан туристер санаулы екенін жасырмады. Оған әлемдегі коронавирус пандемиясы мен енгізілген шектеулер себепші болған. Ақан Сатаевтың қызы бал айының ерекше суреттерін жариялап, демалысы қалай өтіп жатқанымен қалың көпшілікпен бөліскен.